мен қатты өзгергім келеді. Өзім үшін емес, менің балаларым үшін. Балаларыма қарасам, менің жүрегім ауырады. Себебі балаларыма қалаған заттарды алып бере алмай отырмын. Мен қалай өзгерсем болады деп, сіз менен кеңес сұрап, маған келіп отырсыз. Мен және менің менеджерларым сіздің проблемаңызды анықтап, қашан басталғанын және де ол проблемаларды қалай шеше алатындығыңыз жайлы, қалай сіз өзгеріске қадам баса алатындығыңыз жайлы уже айтып отырмыз, жолды көрсетіп, бірақ сіз сонда да алдыға жылжуға шешім қабылдай алмай отырсыз. Енді мен сізге қарапайым ғана мысал келтірейін. Сіз өзіңіз үшін емес, ең бірінші балаларыңыз үшін бар жақсылықты жасағыңыз келеді екен. Балаларыңызға махаббатыңызды сыйлағыңыз келеді екен. Балаларыңызға кез келген қалаған затты алып бергіңіз келеді екен. Сізге бір нәрсе көрсетейін қазір. Мынаны қараңыз. Мен 2 стакан су ұстап тұрмын. Міне мынау полный су, мынау жарты стакан су, я. Мынау сәл мутный болып тұр, бұның ішінде менің витаминім бар. Қараңызшы. Сіз қазір мына жердесіз да, мына жердесіз. Сіздің ішіңіздегі махаббат, қалтаңыздағы ақша, сіздің балаларыңызға үйрететін нәрсеңіз, бөлісетін нәрсеңіз барлығы осындай болып тұр. Сіздің состоянияңыз, сіздің ішкі состоянияңыз осындай болып тұр. Рухани жағыңыз, әрине рухани жағы таяз болған кезінде, рухани жағынан біз мықты болмаған кезінде, материалдық жақта бізде кішкене ақсай бастайды. Сіз өзіңіз осылай жарты стаканның түбіндегі су болып тұрып, сіздің состоянияңыз, сіз қалайынан өзге адаммен өзіңіз шөлдеп жүріп, махаббатқа, вниманияға, ақшаға өзіңіз әлі қанбағансыз, сіз әлі шөлдеп жүрсіз, бірақ сіз өзіңіз қурап жатып, қалай өзге адамға көмектесесіз? Адам өзге адамға көмектесу үшін ол не важно, балаңыз ба, күйеуіңіз ба, анаңыз ба, бауырыңыз ба, кімге жақсылық жасап, кімнің өмірін өзгерткіңіз келеді, кімге қамқор болғыңыз келеді. Сіз мына полный стаканнан су болсаңыз, сол стаканды былай полный суға толтыру керексіз. Міне, мынау уже сыртқа ағайын деп тұр мынаның суы. Осылай полный су болғанда ғана сіз өзге адамдармен бөлісе аласыз. А пока сіз өзіңіз мынандай тамшы су болып, өзге адамдарға жақсылық жасай аламын деп ойламаңыз. Сондықтан да менің сізге айтатыным, сіз балаңызға жарқын болашақ сыйлағыңыз келеді ма? Балаңызға дәл қазіргі сәтте бақытты балалық шақ сыйлағыңыз келеді ма? Ендеше ең бірінші өзіңіз дәл қазір бақытты болып үйреніңіз. Болашаққа өзіңізде план құрыңыз. Оның барлығы ең бірінші мышлениядан басталады. Біз адамдар мышлениямызды өзгертпей өмірімізді өзгерте алмаймыз. Өзгеріс тек қана сізден басталады. Өзіңіз ғана өзгеріп, не только бала, күйеу, ата-ана бүкіл әлемге көмектесе алатын жағдайға жететін боласыз. Сондықтан менің сізге беретін кеңесім, өзіңізді махаббатқа толтырыңыз. Өзіңіздің ішіңізді бақытқа толтырыңыз. Өзіңіздің жүрегіңізді тыныштандырыңыз. Жүрегіңіздің не қалайтынын түсініңіз. Өзіңіздің қалауларыңызды, өзіңізге алып беруге тырысыңыз. Өзіңізді жақсы көріп бастаңыз. Сонда ғана ішіңіз жаңағы стакандағыдай махаббатқа барлығына толған кезінде сізде сонда ғана материалдық, яғни ақша, табыс артады, табыс келіп бастайды, күтпеген жерден ақшалар келіп бастайды, қарыз кредитіңізден құтылып бастайды. Сіздің состоянияңыз ретке келгенде, сіздің отбасыңыз ретке келгенде, сіз уже өзге адамға көмектесіп бастайсыз. Сіз үйіңізден шыққан кезінде ғана сіздің табысыңыз еселеніп артады, менің ойымды түсіндіңіз деген ойдамын. Сондықтан сіз дәл қазір қорқып отырмын демей, өміріңізді өзгертуге қадам жасаңыз. Сіз менің алдыма қазір келіп тұрсыз ба? Мен сізге анық жолын ұсынып тұрмын. Тек қана шешім қабылдап, менің авторлық курсыма келіңіз. Менің авторлық курсым 2 күн емес, 1 күн емес, 3 күн емес, Менің авторлық курсым ровно 30 күнге созылады. Яғни ол жақта біз бастан аяқ,
бір проблемаңызды емес, жан жақты 5 жастан бастап осы уақытқа дейінгі бүкіл проблемаңызды анықтап, олардың барлығын, кім сізге негативті ой салды, кім сізді кезінде қорқытып қойды, кім сізді кезінде ренжітіп қойды, барлығын тауып, причинасын анықтап, олардың барлығын кешіріп жіберіп, алып тастайтын миымыздан алып тастап, солай өзімізді ретке келтіреміз. Яғни бұл комплекс сіздің туылған кезіңізден бастап, ес білген кезіңізден бастап қандай негативті ситуация көрдіңіз, сол нәрсенің барлығынан арылып, жарқын болашаққа қадам басасыз. Сондықтан біз қазақтар ең бірінші орынға өзімізді емес, өзіміздің жақындарымызды қоямыз. Егер сіз өзіңіздің балаларыңызға, ата-анаңызға, тіпті жолдасыңызға махаббат, мықты, бақытты өмір сыйлағыңыз келсе, тағы да өзіңізден бастаңыз. Ал менің курсым именно өзіңізді махаббатқа толтырып, одан кейін барып табыс арттырып, өзге бірінші өзіңізді бақытты қылып, одан кейін барып бүкіл әлемді, өзге адамдарды бақытты қылуға жол сілтейтін курс. Ендеше қорқып отыра бермеңіз, өміріңіз осылай кете береді. Қорқып отыра бергеніңізге қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды әр психологтың парақшасын қарап жүргеніңізге? Қанша уақыт болды әр бизнес-лейдидің, бизнесменнің парақшасын қызығып қарап жүре бергеніңізге? Қызығып қарап жүре берсеңіз, қорқып отыра берсеңіз, шешім таппадым деп отыра бересіз. На самом деле шешім таппай жатқан жоқсыз. Шешім күн сайын, сағат сайын сіздің көз алдыңызға келуде. Сіздегі бір нәрсе, сіз уже бір қадамыңызды бастадыңыз ғой, екінші қадамыңызды жасап, өтініш, өзгеріс есігін ашып, ішіне кіріңіз. Ендеше, жаным сол, мен сізді өзімнің авторлық курсында күтетін боламын. Ұмытпаңыз, өзгеріс сізден басталады.